Алматы қаласынан шыққан депутаттар да мегаполис тұрғындарын қала күнімен құттықтап, жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Тәуелсіздіктің алтын бесігі Алматыда талай жыл қызмет етіп, түрлі жылдары қаланың жастар саясатында басшылық еткен Елнұр Бейсенбаев 2019 жылы Астанаға ауысқан еді. Қазір мұқым елдің мұң-мұқтажын мінберде көтеріп жүрген халық қалаулысы әсем қала Алматыны ұмытпайтынын айтады. Шаһар жұртын мерекемен құттықтаған ол ыстығы ықыласын білдіріп, тілекші екенін жеткізді. Тәуелсіздігіміздің тал бесігі, алтын бесігі Алматы қаласында талай саяси өзгерістер орын алған. Ол 90 оқиғасынан бастап алатын болсақ, шынайы түрде 30 жылдық мына саяси аренадағы азаматтық позицияларын нық айта білетін, кез келген өзгерістерде өздерінің пікірін ашшы да жеткізе білетін, сонымен қатар әртүрлі эксперттік ортада сапалы ой айта білетін осындай белсенді алматылықтарды бүгінгі шынайы Алматы күнімен құттықтаймын. Алматы деген ол тәуелсіз Қазақстанның шынайы бет келбесі деп мен есептеймін. Ару Алматыны 7-ші шақырылымның депутаты Айдос Сарым да құттықтады. Мәжілісмен тәуелсіз Қазақстанның талай маңызды құжатына қол қойылып, түрлі салмақты шешімдер қабылданған қала ел жүрегі болып мәңгі қалады дейді. Көптеген жастарды мықты маман етіп дайындайтын мегаполис бұдан да даму керек деген ойда депутат. Алматымызды аялайық, Алматымызды сақтайық. Алматы өйткені еліміздің жүрегі, Алматы еліміздің шын мәніндегі ақыл ойы топтасқан, жиналған жер. Сондықтан енді тарихтан сабақ алған ел болатын болсақ, біздер ең алдымен алматылықтардың жаңа үстінін жасап, Алматының қайтадан да алдағы уақытта да өзінің көшбасшылық позициясын сақтауға бастайтын өзгерістерге жол ашайық дер едім.